Тамшы KZ ұсынады. Ұстаз Арман Қуанышбаев. Мың жігітке татитын бір жігіт. Бауырлар, адам егер жігері болмаса, әркімнің сүйрегеніне сүйреліп жүре береді. Егер қайратты адам болса, өзінің орнын табады ол адам. Білесіздер ғой. Бір күні Омар халифаның заманында, Халид ибн Валид бір соғыста, негізі ол соғыс Парсы империясымен болған соғыс еді. Сол Парсы империясымен соғысайын деп тұрса, тыңшы жіберіп көреді ғой. Сөйтсе, алдында Парсы империясы 300 мың әскермен тұрды. 300 мың әскер. Бұл кісінің қолында 50 мың әскері бар. Не істейді? Омарға жазыпты хат. Маған көмек жіберіңіз деп. Болды. Сол көмекті күтеміз деп отыр дейді күтіп. Бір уақытта бір жалғыз атты шауып келе жатыр дейді ұзақтан. Бұл хатты жеткізуші ғой дедім дейді. Иә, дәл сондай болып шықты. Халифадан сізге хат деді дейді. Хатты берді. Хатта жазылған: Алла саған қуат берсін. Мынау жігітті сізге қолдауға жібердім деді. Мен ол кісіден қол сұрағанмын дейді. Қол, іш болмағанда 1000 адам сұрадым дейді. 1000 адам. Сөйтсем, Омар жазып жіберді дейді. Мынау жігіт бір өзі 1000-ға татиды деді дейді. 1000-ға бір өзі. Пайғамбарымыздың сахабалары сондай болған. Бір жігіт 1000 жігіттің орнын басатын болған. Қазіргі кездегі біздің намазхан мұсылман жігіттер қайда соның жанында? Намыс, жігер, қайрат деген қайда, бауырлар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы жігіттерінің арқасында сіз бенен бізге мынау имандылық, мынау ислам келді.